Құрметті көрермендер, бүгін мен сіздерді өте керемет алмұрт сортымен таныстырамын. Бұл да отандық сорт, талғар сұлу деп аталатын осындай алмұрт сорты. Оны орыстар талгарская красавица дейді. Оны Ресейде және де Беларусь, сонымен қатар Украина жерлерінде өте көп өсіреді осы сортты. Енді өздеріңіз байқап отырғандай, осы шет елдерде есеңгіді өсіріп жатса, ол енді бұл сорттың жақсы екендігін білдіреді. Бұл енді өзіміздің осы Алматыда жасалған сорттардың бірі. Бұл жерде өте ерекше, тамаша сорт. Бұның қандай ерекшелігі бар? Өте дәмдік жағы, өте тәтті болады. Сонымен қатар ауруға төзімді. Жалпы өздеріңіз білсеңіздер, алмұрт ағаштары өте ауруға сезімтал келеді, көп ауырады. Бірақ та дәл осы сорт ауруға төзімді. Жапырақтары қараю және де сол сияқты неше түрлі жайттар бұл жерде аз болады. Бұл күзде піседі. Күз айында, қазір мына тамыз айының ортасынан бастап жеуге жарайтындай сондай тәттілікке енеді. Бұл жемістің піскенін қалай байқауға болады? Мына қарасаңыздар, мына күн түсіп тұрған жағы әдетте қызыл болады. Оның арт жағы мына жері көк болады. Немесе сондай жасыл түске ие. Онда мына пісуге жақындаған кезде осы жасыл түс сарыға жақын сондай түске айнала бастайды. Қазіргі күнде мына жерде сарғыш түс ене бастады. Демек, осы сәттен бастап қазір бұларды жинап немесе қоймаға қойып қойса болады. Қоймада сақтаса біраз шыдайды, бұлар бір ай көлемінде сақтауға болады, бір ай, 1,5 ай көлемінде. Немесе осы сәттен осылай үзіп алып жей берсе, ол өте сондай сочный, сондай керемет дәмге ие. Жалпы менде бірнеше сорт нелер бар, алмұрттар бар. Бірақ та солардың ішіндегі осы сортты мен ерекше атап өте аламын. Өйткені көбі ауыра береді алмұрттар бізде. Бізде емес, жалпы қай жерде болса да алмұрт ағашы ауруға өте сезімтал келеді. Көктемде әсіресе ылғал көп кездері мына жапырақтар қараяды. Бұтақтарға дейін сондай қарайып жаңағыдай тікандары өліп, неше түрлі ауруға өте сезімтал, көп ауырады. Бірақ та дәл осы ағашта осындай ауру осы кезге дейін менде мүлде болған емес. Бірақ та биыл өте ерекше жыл болды. Алмұрт түгіл, алмаларда да биыл ауру көп кездесіп жатыр. Сондықтан осы жылы кейбір бұтақтарында ауырған жерлер болды бұл жерде. Көбін ауырған жерлерін мен кесіп алып тастағанмын. Мүмкін кейбір жерінде бар шығар. Мына бір бұтақта енді кішкентай ғана. Енді көбін мен тазалап тастағанмын. Ол негізі бұл жерде ешқандай ауруға қарсы мен дәрі қолдаған жоқпын, бірақ та тек қана зақымданған ауырған бұтақтарын кесіп алып тастадым. Соның өзі жеткілікті, онымен ауру тоқтады, ары қарай өршіген жоқ. Ал енді менде басқа да бір сорттарда ол ауырған бұтағын кессең де, не қылсаң да қайтадан ауру өршіп, солай көбейіп жатқан жағдай бар. Сондықтан да дәл осы талғар сұлуы атты сорттың атауы солай. Осы алмұрт ағашының ерекшелігі ауруға төзімді деп сенімділікпен айтуға болады. Міне әлгенде айтқандай, мына арт жағы міне сарғайып келе жатыр. Демек, дәл қазір осыны жұлып алып жесе, дәмі енген осындай тәтті. Біз әлі бұны қолданған жоқпыз биыл. Енді балалар жеп бастайды. Осындай қалыпқа келіп тұр. Міне тамыз айының ортасынан бастап бұл қолданып бастаймыз. Одан кейін бұл ағашта ілініп тұрса да бола береді, тұра береді. Бұл сарғайы көбірек болады, көбірек сарғайып, сондай пісу деңгейіне жетеді. Ал егер бұны қоймаға сақтайтын болсаңыздар, салқын жерде сақтаса, бұл жаңа жылға дейін тұрады, тоңазытқыш болса. Ал енді жай погреб болса, ол кезде ол жерде жылулық жоғары, сондықтан ол жерде көп сақталмайды, әрі кетсе 1 ай, 1,5 ай сақталынады. Сондықтан да егер де сақтайтын болсаңыздар, дәл осы сәтте, осы мына сарғыш рең енді ғана еніп жатқан сәтте, осы кезде үзіп алып қоймаға қойып қойса,
ұзақ сақталады. Сақтау үшін кез келген мына алманы, алмұртты сақтау үшін оларды ертерек үзіп алу қажет болады. Олардың қатты пісіп кеткеннен кейін үзсе, олар көп шыдамайды. Сондықтан да қысқа сақтайтын алмалар немесе алмұрттарды ертерек үземіз. Осындай жағдайда қазір сақтауға келеді, бірақ та біз бұларды сақтамаймыз. Осы сәтте-ақ балалар үзіп алып, осы ағаштан үзіп жей береді бізде. Өте тамаша сорт, ірілігі де тамаша. Қарасаңыздар, ірілігі сондай өте дәмдік жағы, ірілік жағы, сонымен қатар мына ағашты күтім жағы өте ерекше сорт деп айта аламын. Сонымен қатар мына жерде бір айта кететін нәрсе бар, осы алмұрт ағаштарына байланысты. Осы алмұрт ағаштарын кесу жұмыстарында немесе басқа нәрселерде осы алмұрт ағаштарын көрсеткен кезде көбі сұрақ қойып жатады. Алмұрт ауырып жатыр ма, неге діңгегі мынандай қабыршақтанып кеткен, ауырып тұр деген сияқты сөздер айтып жатады. Бірақ та бұл ешқандай ауру емес, ол өзі қалыпты жағдай. Мынау қабық ескірген кезде, шамамен 10 жыл шамасында возрастқа жеткен кезде осындай қабық болып, осы сыртқы қабығы түсе бастайды. Бірақ та оның ішкі қабықтары ондай ешқандай зақымдану жоқ бұл жерде. Мына жерде қарап тұрсақ, мынау 5-6 жылдық бұтақтар шамамен, бұл жерде ондай жоқ. Енді одан әрі қазір жақыннан түсіріп көрсетемін. Мына енді түп жағынан қарайтын болсақ, діңгектер осындай, діңгек және де мына тараған бұтақтар осындай қалыпқа, осындай түрге еніп тұр. Бірақ та мынау ешқандай ауру емес, бұл қалыпты жағдай. Мына қарасақ, мынау қабық бәрі сау, ешқандай ауру емес бұл жерде. Егер де ауру болса, бұл жерде басқаша жағдай болып еді. Сондықтан да алмұрт ағашында бұндай жағдай болып жатса, бұдан ешқандай қорқудың керегі жоқ. Бұл өзі табиғи сондай жағдай. Міне осындай қабық болып осылай түлеп жатады. Малдарда да болады ғой. Жыландарда болады, қабықтарын тастайтын. Сол сияқты бұл жерде мына діңгектің ескірген кезінде 10 жылдан аса осындай жағдайға түседі. Мына жер енді осындай болып тұра береді. Бұл енді бұны қорғау жасағыңыз келсе, бұны жай әкіппен ақтап қойса болады. Оған кішкене ғана топырақ, глина бар ғой, ақ немесе сары саз топырақтан қосып, осыны ақтап қойса болады. Қорғау жасағыңыз келсе, немесе осылай тұрса да бұған ештеңке болмайды. Көріп тұрғанымыздай, мынау жас бұтақ, мынау ескірген бұтақтар мынандай болады. Одан ешқандай зиян жоқ жеміс ағашына. Осындай жағдай. Жалпы мен күтімін, алмұрттардың күтімін алмамен салыстырғанда кішкене қиындау деп айтар едім. Бірақ та дәл осы сорттың ерекшелігі, бұның күтімі кәдімгі алмалармен бірдей. Өйткені ауруға төзімділік жағы дәл осы сортта менде кішкене жақсырек. Сондықтан да біз бұны бағалаймыз, бұл сортты. Өте тамаша, дәмдік жағы да. Өздеріңіз көргеніңіздей, міне ірілігі де, сәндік жағы да, дәмдік жағы да, барлық жағынан өте тамаша сорт. Егерде осындайда өсіруге мүмкіндік болып жатса, отырғызып, өз бақтарыңызда өсіруге кеңес беремін. Осындай сорт, бүгін жай ғана сорт туралы обзор. Арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.